Сәлем достар, қазақ халқы ежелден ырымшыл болып келеді. Бірақ сол ырымдар қаншалықты шын? Сізбен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін жалған мәліметтердің екінші бөлімін қарастырамыз. Қара мысық алдыңды кесіп өтсе, жолың болмайды. Достар, қаншалықты ырымшыл болсақ та, жөнімен кетіп бара жатқан мысықты кінәлаудың қажеті жоқ. Алдыңды қандай мысық кесіп өтсе де, бұл ырым жалған. Адамның бірінші бақайы екіншісінен кіші болса, ол үйді әйел адам басқарады. Үйді кімнің басқаратынына ешкімнің дене мүшесі жауап бермейді. Сондықтан да бұл ырым жалған. Басында 2 орайы бар адамдар 2 әйел алады. Кезінде Шыңғысханның басында 500 орайы болмаса да 500 әйел алған. Сондықтан бұл ырым жалған. Сол құлағың шыңылдаса, сені біреу жамандап, ал оң құлағың шыңылдаса, сені біреу мақтап жатыр. Негізінде құлақтың шыңылдауы денсаулығыңыздың мәз еместігін білдіреді. Оны ырымға жатқызу ақымақтық. Достар, арнамызда 1000 көрермен жиналған кезде біз жалған лайфхактарды түсіретін боламыз. Видео ұнаса лайк басып арнамызға жазылыңыз. Және осы видеоны жақсы көретін адамдарыңызбен бөлісіңіз. Бүгінге осы. Келесі видеода кездескенше.